Баршаңызға сәлем. Сіздерге дастарханның сәнін ашатын, дәмі ерекше салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Ең алдымен баклажанның қабығын осылай ашып аламыз. Екіге бөлеміз, одан кейін тағы да екіге бөліп, үш бұрыш тәріздес етіп тураймыз. Туралған баклажанымызды алдын ала өлшенген 100 грамм суға 120 грамм крахмалды жаймен қоса отырып араластырамыз. Осы массаға араластырып, әбден одан кейін қызып тұрған майға қызарғанша қуырып аламыз. 5-6 тауын салғаннан кейін бір араластырып қойыңыздар. Біздегі қуырылған баклажандар осындай қытырлақ болып тұрады. Ендігі кезекте жартылай ашты қызыл бұрышпен жартылай ашты жасыл бұрышты жартысын ғана тураймыз. Және де бір тіс сарымсақты турап салаттың ішіне араластырып жібереміз. Салаттың жапырақтарын үзіп саламыз, кішкене руккола саламыз, және де кішкене қалдырып қойыңыздар бетін сәндеуге. Рукколаны бетін сәндеуге қажет болады. Егер кинза жақсы көрсеңіздер, оны да қосып жіберуге болады. Және де 3 ас қасық сладкий соус салдым. Мен қолданған фирманы астына описанияға жазып жіберемін. Жалпы кез келген фирманың соусын қолдануға болады. Және де татымына қарай қара бұрыш, тұз, паприка қосып араластырып, сонымен салатымыз дайын. Тарелкаға салып, сәндік үшін черри қызанақтарын 2-ге бөліп, егер үлкен болса 4-ге бөліп, жан-жағын сәндейміз. Және де рукколаның шөптерін бетіне осылай қойып қойсаңыздар болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.